сүйікті мамандығым полиция мамандығы мен ғалым мамандығы. Үйдегілердің айтуынша полиция мамандығы дейді. Ал менің мақсатым ғалым болу. Бірақ мектепті, университетті және дәрігерлік академиясын қызыл дипломға бітіру. Егер ол жүзеге аспаса, үйдегілердің қалауымен полиция мамандығын таңдауға тура келеді. Бірақ мен өз мақсатыма жетпей қоймаймын. Адамдардың көбісі дәрігер, полиция және өрт сөндіруші мамандығын таңдайды. Мақсатың айқын болса, арманың орындалады. Менің сүйікті мамандығымның ерекшелігі елімді, жерімді қорғайтын азамат болуға жетелейді. Ең маңыздысы, елімнің көк байрағын аспанға көтеремін. Менің сүйікті мамандығым ғалым мамандығы. Менің сүйікті мамандығым. Мен дәрігер мамандығын жақсы көремін. Мен главврач, хирург болғым келеді. Менің ағам маған жақсы оқып, жақсы мамандық иегері бол дейді. Мен де негізі дәрігер мамандығын ұнатамын. Мен дәрігер туралы көптеген видео жүктеп саламын. Кім тәуекел етпейді, сол мақсатына жетпейді деген сөз бар. Біздің сыныпта жартысынан көбі дәрігер болғысы келеді. Мен адамдарды да сәбилерді емдегім келеді. Біздің үйде ағам врач. Ағам маған қалай укол салатынын, қалай емдейтінін үйретеді. Армандар орындалады. Мақсатың айқын болса дегендей, мен өз мамандығыма, арманыма қалайда үздік оқып жетемін. Мен алға қойған мақсатымды айқындатамын.